Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалуы өте оңай, бір жасағаныңыздан дәл осылай керемет болып шығатын рулеттің рецептісімен бөлісемін. Қамыры өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Дәл осы рецептімен жасап көріңіз. Ең алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп, үстінен қантты екіге бөліп саламыз. Осылай екіге бөліп болғаннан соң жұмыртқаның сарысына сұйық майды, сүтті құйып, жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді үстінен ұнды, какаоны, разрыхительді қосып, тағы да жақсылап біркелкі масса шыққанша қозғаймыз. Біздің массамыз дайын. Енді екінші массамызды бастаймыз. Жұмыртқаның ағын және де қантты ағарғанша осылай араластырып аламыз. Формасын ұстап тұрғанға дейін дәл осылай жасаймыз. Одан соң бірінші массамызға екіге бөліп салып, астынан жоғарыға қарай біркелкі болғанша қозғап аламыз. Міне екінші бөлігін салып жатырмын. Бұны да дәл солай астынан жоғарыға қарай қозғай отыра біркелкі етіп жасап алатын боламыз. Міне біздің массамыз дайын. Енді пергамент қағазын формамызға төсеп, үстінен құйып шығатын боламыз, және де барлық жеріне жеткізіп жаямыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіреміз. Міндетті түрде қарап тұрыңыз. Одан соң кремді дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майды жақсылап 5 минуттай уақыт миксермен араластырамыз. Енді үстінен сахарный пудраны салып, тағы да жақсылап қозғаймыз. Болғаннан соң үстінен қаймақты саламыз, яғни сметананы. Тағы да жақсылап біркелкі масса шыққанша қозғап алатын боламыз. Біздің креміміз осы 3 қана заттан тұрады. Өте оңай, формасын жақсы ұстап тұратын болады. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Енді кішкене ғана салқындатып аламыз. Одан соң астына осылай шашықты қойып, үстінен осы піскен рулетімізді қоямыз. Және де қазір орайтын боламыз. Осылай видеода көрсетіліп тұрғандай орап аламыз. Енді толықтай осылай бөлме температурасында салқындатамыз. Болғаннан соң кремімізді барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Біздің креміміз дәл қазір кішкене сұйықтау болып тұр, бірақ тоңазытқышқа салғаннан соң қататын болады. Ал енді осылай тағы да орап аламыз. Және де керекті ыдысымызға салып, қайтадан тоңазытқышқа шамамен 1 сағат, 2 сағаттай уақытқа қойсаңыз болады. Үстін қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Жай ғана осылай шоколад сеуіп, немесе сахарный пудраны сеуіп қойсаңыз да болады. Міне біздің рулетіміз дайын болып шықты. Менде шамамен 2 сағаттай уақыт тоңазытқышта тұрды. Кескенде де өте оңай кесіледі. Өте дәмді, көріп тұрғандарыңыздай, өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз, ас болсын.